Қазақстанда дағдарысқа қарсы шаралар жарияланды. Ипотекалық несие көлемі 2 есеге дейін ұлғаяды. Әскери баспана бағдарламасы қайта іске қосылып, наурыз жұмыскер бағдарламаларын несиелеу көлемін 500 миллиард теңгеге дейін ұлғайту көзделген. Коммуналдық қызметтер тарифтерін көтеру тоқтатылады. 2026 жылдың 1-тоқсанның соңына дейін жарық, су, жылу, газ және басқа да коммуналдық қызметтердің бағасы өспейді. Азық-түліктің бағасы қымбаттамайды, сол үшін отандық тауар өндірушілерді қаржыландыру 2 есе ұлғайтылады. Сауда үстемелерін қадағалау күшейтіледі. Шағын және орта бизнес оңайлатылған салық режимі сақталады. Салықтық тексерулер мен камералдық бақылау алынып тасталады. 2026 жылы 1 қаңтардан бастап салықтық әкімшілендіру таза парақтан жүргізіледі. Арзан автонесиелер бағдарламасы сақталады. Жеке тұлғаларға жеңіл автокөлік сатып алу бойынша лизинг тетігі енгізіледі. АИ 92 мен дизель бағасын көтеруге мораторий енгізіледі.